Тұран университеті ең алғаш ашылған жекеменшік оқу орны. Бұл оқу орында қазіргі таңда 20-дан астам мамандық түрі бар. Соның ішіндегі психология мамандығының өзге мамандықтан ерекшелігімен таныс боласыздар. Психология адамның жеке бірлік ретіндегі психикасын, өзінің сан алуан сезім, ой қабілеттілігін, өмірге көзқарасын анықтап, ортамен өзара әрекетін зерттейтін ғылым. Неге? Әрбір оқушы түлек психология мамандығын таңдайды. Өйткені психология бүгінгі ғасырдың мамандығы. Қазіргі таңда кез келген мекеме психологты қажет етеді. Адамдар тығырыққа тіреліп шырғалаңға түскен шақта қол ұшын беріп дұрыс жол көрсете алатын білгір психолог маман болам деуші талапкер саны жылдан жылға университетімізде көбеюде. Мен Тұран университетін таңдаған себебім, мектеп қабырғасында жүрген кезде осы Тұран университетінің активистері келіп, осы университеттің қандай беделді жақсы жағдайлар жасалғандағы туралы мәлімдеген себептен осы университетті таңдадым. Жалпы менің психология мамандығын таңдауымның себебі ол психология адамның жанымен, адамның ойымен жұмыс болып табылады. Қазіргі таңда осы мамандық өте қажетті мамандықтардың бірі болғандықтан мен осы мамандықты таңдадым. Тұран жоғарғы оқу орнында психология мамандығы екі бағыт бойынша оқытылады: практикалық және бизнес психология. Бірақ студенттер практикалық психологияны таңдайды. Себебі олар өз білімдерін практикалық түрде сынап көргісі келеді. Психология кафедрасында бірнеше аналитик практиктер жұмыс жасайды. 2016 жылы Мәскеу қаласының психологтарымен бірігіп, психологиялық кеңестер алмасып, ой бөлісуге арналған халықаралық конференция өткізілді. Жоғарғы және орта оқу орындарында психология пәнінің оқытушысы боламын. Ал мен денсаулық сақтау және білім беру жүйесінде отбасы саласында практик психолог боламын. Ал мен имиджмейкер, саяси психолог боламын. 21 ғасыр психология ғасыр деп Эйнштейн бекер айтпаған. Психология мамандығы білікті, білімді және еңбекке қабілетті тұлға қалыптастыруда негізгі рөл атқарады. Ал Тұран университетінде психология мамандығы жан-жақты қамтылған. Сондықтан да осы мамандыққа түсіңіздер.